Сәлем, сенімен бірге стадия оңай. Бүгін біздің талқылайтын тақырып ұбт-сыз грант алудың екі жолы деп аталады. А что, так можно было, что ли? Ондай болса бастайық. ұбт-сыз грант алудың жалпы екі жолы бар. Екі жол екі түрлі возрастқа арналады. Бірінші жол 9 және 11 сыныптарға арналып келеді. Ол қандай жол? SAT экзаменін тапсыру деп аталады. SAT дегеніміз не? SAT дегеніміз ұбт-ның атасы деп алайық. Негізгі ең алғашқы ұбт-дан бұрын шыққан экзамен. SAT 2 бөлімден тұрады, SAT 1 және SAT 2 деп. SAT 1-де сен оқу сауаттылығы, мат сауаттылық сияқты экзамендерді тапсырасың. Бұл жерде екі-ақ пәннен тұрады, тарих тапсырмайсың. Жай ғана оқу сауаттылық тәріздес ағылшын тілі экзамені және де математикаға байланысты экзамен тапсырасың. Екеуінің қосындысы суммарына 1600 балды береді. Егер де сен осы 1600 балдың 1050 балын жинайтын болсаң, саған автоматты түрде ұбт-ға осы негізгі 3 пәнді тапсырмауға мүмкіншілігі беріледі. Яғни 60 балды автоматты түрде саған қанжығаңа байлайсың. SAT 2 бұл SAT subject деп аталады. Бұл жердегі тура ұбт-дағыдай екі пән таңдайсың, және де бұл жерде де 800 балдан 1600 бал болады. Осы 1600 балдың әрбір пәнінен егер де сен 650 балдан жинайтын болсаң, мысалы физика, математика таңдап, физикадан 650, математикадан 650 жинайтын болсаң, онда саған ұбт-ға вообще тапсырмау мүмкіншілігі беріледі. Яғни саған 80 балды автоматты түрде присуждают. Получается, сен SAT 1 және SAT 2-ні тапсыру арқылы 60 бал, 80 бал қоссаң 140 бал. Кез келген Қазақстан университетіне түсе аласың. Екіншіден, Назарбаев университеті сені айқара ашады. Өзінің айқара ашып есігін сені спокойно қабылдап алады. Және де үшіншіден, шет елдің университеттеріне тапсырып түсу мүмкіншілігің өте жоғары болып табылады. Керемет емес пе? 9-10 сынып оқисың, ал уже ұбт тапсырма мүмкіншілігің бар. Екінші методқа келейік. Екінші метод бұл 11 сыныптарға арналады. Бұл қандай метод? Қаңтар айында әр жыл сайын университеттер өздерінің олимпиадаласын жариялайды. Сол арқылы университеттер алдын ала ұбт-ға бармай жатып, оқушыларға 100% скидкалар беріп, гранттар беретін болады. Елімізде көптеген университеттер 20-дан 30-дан аса олимпиадалар өткізіліп отырады. Әрбір адам 20-30 олимпиадаға да қатыса алады. А что, так можно было, что ли? Сен ойлама бір олимпиадаға ғана қатысалын деп. Сен СДУ-ның олимпиадасына да, КБТУ-ға да, Казну-ға да, IT-ға да, UIB-ға да, НУ-ның олимпиадасына да барлығына қатысаласың бір уақытта. Және де барлығының да грантын ұтып аласың. Жақсы емес пе? Көктемде ұбт басталады, ал сен уже 5 университеттің грантын ұтып алдың. Да, это жестко. Осы методты көпшілік еще біле бермейді. Сен біліп алып, осы методты қолданып, қаңтар айында қатысуды баста. Жалпы осы видео ұнаған болса, обязательно лайк бас және достарыңмен бөліс. Сенің қолдауың сайын біз шабыттанып жаңа видео түсіруге асығатын боламыз. ұбт-сыз грант алу оңай, сенімен болған стадий оңай. Келесі кездескенше. Қалайша жоямын үмітімді сенде беккен. Кешіруге дайынмын, жоғалып кетсең де тап ертең.